Ассаламу алейкум, қадірмен жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз 5 уақыт намаз жайлы. Алла тағала 5 уақыт намазды Миғраж түнінде парыз етті. Осы жайында Анас радиаллаху анху жеткізген хадисте Миғраж түнінде пайғамбарымызға Алла тағала 50 уақыт намазды парыз етті. Кейін 5 уақыт намазға азайтылды. Сол кезде Алла тағала пайғамбарымызға: менің сөзім еш өзгермес. 5 уақыт намазда 50 уақыттың сауабы бар дейді. 5 уақыт намазымыз таң намазы, бесін намазы, екінті намазы, ақшам намазы, құптан намазы. Таң намазы таң атқаннан күн шыққанға дейін 2 ракағат сүннеттен, 2 ракағат парыздан тұрады. Бесін намазы күн тастөбеден батысқа жылжығаннан күннің көлеңкесінің әрбір нәрсеге өзінен бір есе ұзарғанға дейін жалғасады. 4 ракағат сүннеттен, 4 ракағат парыздан, 2 ракағат сүннеттен тұрады. Екінті намазы бесін намазының аяқталуымен күн батқанға дейін жалғасады. 4 ракағат парыздан тұрады. Ал ақшам намазы күннің батуымен қызыл шапақтың жойылуына дейін жалғасады. 3 ракағат парыздан, 2 ракағат сүннеттен тұрады. Ал құптан намазы ақшам намазының аяқталуымен, яғни қызыл шапақтың жойылуымен таң атқанға дейін жалғасады. 4 ракағат парыз, 2 ракағат сүннет және де 3 ракағат үтірмен аяқталады. Намаз Алла мен пенденің арасындағы байланыс. Намаз Алла тағалаға құлшылық етудегі ең үлкен амал және Алла тағаланың алдындағы пенденің тәубе етуін білдіреді. Балиғат жасына жеткен әрбір мұсылманға 5 уақыт намаз оқу парыз. Алла тағала баршамызға осы намаздарымызды толық кемел оқуымызды нәсіп етсін.